Көлігін әдеттегідей қоятын жеріне бұрған Айжан өзінің орнына қойылған өзге көлікті көргенде сәл абыржып қалды. Әрине, сатып алған заңды орын емес. Сонда да болса өзі кептелістен әрең шығып жеткенде мынау келеңсіз жағдай болды деп басқа орын табу үшін артқа жүрмекші болғанда артқы жақта кесе тұрған қара Тойотаны байқады. 2-3 рет дауыс беріп еді, жауап болмады. Көлігінен шығып, машинаңызды ала тұрыңызшы, мен артқа шығуым керек еді, деп еді. Рөлде отырған жүргізуші артқы жақты нұсқап, мен не істей алам, көріп тұрсыз ғой, дегендей екі қолымен иығын бірге көтерді. Біріне-бірі жалғаса кептеліп тұрған көліктерден шыққан жүргізушілердің алды бір-бірімен айқайласа бастаған соң, амал жоқ, күтуге тура келді. Сағатына қараса сабағы басталуына 20 минуттай ғана уақыт қалған көріп, тағатсыздана бастады. Жұмысына әрдайым кешікпей кіретін Айжанға уақыт тіпті жылжымай қалғандай көрінді. Әрең дегенде артқа жылжып, тағы көлігін қоятын орын іздеп, мойын соза бастап, сонау жердегі көліктің орны бос қалған көрді де, сол жаққа жылжи бастағанда. Мұның орнына қойған жігіт көлігінің есігін ашып, ішке енгелі жатқан көріп, тағы күтіп қалды. Көлігімен артқа жылжып, орыннан босатқан әлгі жігіт кешіріңіз дегендей, ымдап орын жақты нұсқатты. Рөлдегі Айжанды көргенде, танығандай түрде қара көзілдіргін көтеріп, қарап үндемей қалды. Тездетіп көлігін өзінің босаған орнына қойған Айжан жүгіре басып мектепке кіріп кетті. Жолай кездескендермен жүре амандасып, өзінің сыныбы оқитын бөлікке қарай асыға басып келе жатырғанда, есік алдында тұрған мектеп директорын көргенде тіптен ұялып, сәлеметсіз бе, Раушан Расулқызы? Көлігімді қоятын жерге біреу қойып тастапты. Әрең дегенде басқа орын тауып қойдым. Айып етпеңіз деп ақтала бастап еді. Жоқ, Айжан Асанқызы, кешіккен жоқсыз, ақталмай қойыңыз деп директор күле амандасты. Әншейінде ашуланса жан-жағын қуырып жіберетін мінезі бар директордың күліп амандасқанына Айжанды қуанып қалды. Айжанның жанына еріп сынып ішіне бірге кіруге бет алған директор жаймен ғана: Айжан Асанқызы, сіздің сыныбыңызға жаңадан оқушы қыз келді. Әкесі қалада бір дөке екен деп сыбырлап та үлгерді. Папасы маған әдейі кіріп, Раушан Расулқызы, менің қызымды жақсы білімді, сауатты мұғалім жетекшілік жасайтын сыныпқа қосыңызшы деп өтініш айтқан соң, мен сізді және сіздің сыныбыңызды дұрыс көрдім. Сондықтан сол қызға оң көзіңізбен қарап, мені ұятқа қалдырмаңыз, деді. Айжан да күліп, ол не дегеніңіз, Раушан Расулқызы, біз бар оқушыға оң көзімізбен қараймыз, ешкімді жарып бөлмейміз, деп директордың мұнысына таң қалды. Жоқ, оны білем, мен сізді әрдайым мақтап жүрем, сондықтан да сіздің сыныпқа қостым, дегенмен ойыңызда болсын, деп сәл өтірік күліп, бәріміз де пендеміз ғой, жұрттың бәріне жаға бермейміз. Адам күні адаммен деген ғой, әкесі керек адам болып тұр, деп айтып, тіпті Айжанға сынып есігін өзі ашып ішке кіргізді. Орындарынан әдеттегідей түрегеліп амандасқан оқушылар қайта отырған соң, директор: оқушылар, тағы да амансыңдар ма? Айжан апайларыңызбен дәлізде кездесіп, қайта кіруді жөн көрдім. Иә, Айжан Асанқызы, әлгі айтқанымдай сіздің сыныпқа жаңадан әдемі оқушы қыз келді, дегенде алдыңғы қатарлардың бірінде отырған көзінде көзілдіргі бар шынымен де әдемі қыз орнынан тұрып амандасты. Мінеки, жаңа оқушыңыз, есімі Айару екен, жақсы түсіністікпен таныс болыңыздар. Айарудың папасы сізді күтіп еді, бірақ жұмысына кешігетін болған соң, амалсыз сізге сәлем айтып, қызын маған тапсырып кетті. Жарайды, Айжан Асанқызы, мен сабағыңызға кедергі болмайын, жалғастыра беріңіз деп, директор апайы алтын жалатқандай, әдемі көзілдіргінің астынан күлімсіреп, тағы бір қарып, асықпай бар дүниесін бұлғаңдата басып, сыныптан сыртқа шығып кетті. Терезені сәл ашып, сыныпқа салқын самал жіберген Айжан енді ғана өзіне өзі келіп, күнделікті жұмысына кірісті. Алдымен сыныптағы оқушыларын түгелдеп алды да: қанеки оқушылар, сыныбымызға жаңадан қосылған қызымыз бар екен, танысайық, рұқсат болса деп Айарудың жанына келді. Үстіне мұнтаздай таза оқушы киімін киінген,
Басына ақ бантик таққан Айару шамасы пысық болса керек, күліп орнынан тұрды да: «Әрине, Айжан Асан қызы. Апай, рұқсат» деді. «Рахмет, Айару. Мені жай ғана Айжан апай деп айта беруіңе болады. Сенің атың әдемі екен» деп еді. «Иә, Айжан апай, атымды әкем қойған. Өзіме де ұнайды» деді Айару тақылдап. «Иә, әкелер баласына жаман ат қоймайды. Менің де атымды әкем марқұм өзі қойған» деп сәл мұңайды да: «Иә, Айару, өзің туралы айтып өтсең дұрыс болар еді» деп Айаруға қарап еді. Ол сәл тосылып: «Менің әкемнің аты Батырхан, ал анамның аты Аружан. Әкемнің қызмет ауыстыруына байланысты Астанадан Алматыға көшіріп әкелгеніне 3 күн болды. Әзірше қаланың Достық Әл-Фараби қиылысындағы тұрғын үй кешенінде тұрамыз. Үйде өзімнен 5 жас үлкен ағам бар» деп айта келе, ары қарай не айтарын білмей тұрып қалды да: «Әкемнің мамандығы журналшы, ал анам дәрігер болып жұмыс жасайды» деді. «Жарайды, жақсы, осы да жетеді. Қалған танысуымызды ретімен жалғастыра береміз. Әлде оқушылар, сіздердің Айарудан сұрайтын сұрақтарыңыз бар ма?» деп еді. Қолын көтерген оқушы орнынан тұрып: «Қош келдің, Айару. Менің атым Олжас. Танысқанымызға қуаныштымын. Сұрайын дегенім, көзілдірікті сән үшін киесің бе әлде?» дегенде бүкіл сынып күліп жіберді. Бұл сұраққа басқалар күлгеніне біртүрлі болып қалған Айару: «Мен де қуаныштымын, Олжас. Соншама білгің келгеніне таңғалсам да айтайын. Көзім жақсы көреді. Алайда әкем мені кітапты көп оқитыныма қарап, осы жеңіл көзілдірікті алып берген. Зияны жоқ» деп тиянақты жауап бергеніне басқалар қол шапалақтап жіберді. Айжан да күліп: «Ой, біздің Олжас қатырады осылай. Иә, мен де кітап оқып, қағаз жазсам, көзілдірік кием. Дұрыс, әкеңіз сені жақсы көретін болғаны. Ал тағы кімде қандай сұрақ бар?» дегенде алдыңғы қатардағы оқушы қыз қолын көтеріп орнынан тұрды да: «Айару, менің атым Бота. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Дос болып кетеміз деп ойлаймын. Сен қандай кітаптар оқисың? Соны білгім келеді» дегенде Айару да қысылмай: «Өте орынды сұрақ. Бота, мен дос болуға қарсы емеспін. Сосын менің оқитын кітаптарым» деп тізбектете жөнелгенде басқалар аузын ашып қалды. «Иә, мен кітапты көп оқимын. Алғашында әкемнің оқитын кітаптарынан шамалы оқып үйрендім» дегенде Бота да осал емесін байқатып: «Олай болса, Абай атамыздың бір өлеңін жатқа оқышы» деп өзінің де озық оқушы екенін байқатты. «Жарайды, Бота» деп алып, Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңін сартылдатып оқи жөнелді. Оқып болған соң басын иіп барып аяқтады. Тағы сол шапалаққа ұласқанды қоштай келе: «Әкем маған кішкене кезімнен домбырады үйреткен еді» дегенде Айжан апай да мәз болды. «Енді бір сұрақ болса тыңдайық, сол жетеді» деп еді Айжан, сыныптың еркесі оңғар. «Айару, білгің келетіні, әкеңіз не қызмет жасайды?» деп қойып қалды. Айару да күлмей тыңдап алды да: «Нақты не жұмыс екен білмеймін. Әкем әйтеуір қалада әкімдікте жұмыс жасайды» деп сәл қызарып кетті. «Жақсы, осымен танысуымызды аяқтаймыз. Енді жай сұрақ. Астана жақта туып өстің бе?» деп сұрағанда: «Иә, біздер негізі Қызылордаданбыз. Кіші жүз әлімбіз» дегенде бәрі тағы да риза болды. Орнынан есіне тұрып, жатар бөлмесінің есігінен керіле шыққан Аружан ас бөлмеде ноутбугымен отырған Батырханды көргенде: «Батыр, сен қай уақытта тұрып кеткенсің? Мен қатты ұйықтап қалыппын» деді еркелей. «Батыр, мен жуынып шыққанша маған кофе әзірлей салшы». «Жарайды» дегенді басын шұлғып білдірген Батырхан орнынан тұрып, газға шайнекті қойып, қайта ноутбугіне үңіліп отырды. Сәлден соң жуынып таранып шыққан әйелі үстіндегі келісті халатынан аяқ кеудесі жарқырай көрініп столға келіп отырды. Хош иісі бөлмеге кеңінен тараған кофені сыздықтата іше отырып, стол үстінде жатқан айнасына бет жүзін қарап отырған келісті сұлу кербес келіншек күйеуіне күле қарап: «Қасымызда жатқан еркегіміз елеп еркелетпеген соң бетімізге безеу шыға бастапты. Бар нәрсенің күйігі жаман боп кетті ғой әйтеуір» деп күйеуіне қарап күлімсіреді.
Естісе де естімеген болды ма, Батырхан жауап қатпады. «Я вроде с вами разговариваю, Батырхан Шаймарданович», деп шандана бастағанда Батырхан құлағындағы дыбыс тығынды алып барып, «Иә, айтса айтқандай, жұмыс ауырлап кетті. Қалаға жаңа әкім келгелі, жұмыста көбейді», деп сипақтандырып ақтала бастады. «Жарайды, Жан, түсінем ғой. Но, как говорится, война с войной, а обед по расписанию должно быть», деді еркелеген Аружан айнаға қарап. «Сонымен, Ару, сен өз жұмысың туралы қалалық денсаулық сақтау бөліміне қашан бармақшысың? Бүгінге шақырт деген сияқты едің ғой», деп сұраған Батырханға өкпелеген сыңай танытқан ерке әйелі. «Менің жұмысым, менің проблемам. Сама и решаю. Менен неменеге безініп отырсың?» деп орнынан тұрды да жатар бөлмесіне кірді. «Жоға, сенен безініп жатқан жоқпын ғой, жай сұрағаным ғой», деп артынан міңгірлеген Батырханның қолы жұмысқа бармай қалды. Аружан ашуланса, үйдің біразға дейін берекеті кетіп қалатынын білетін. Ол не істерін білмей отырғанда жатар бөлмеден «Жан, маған көмектесіп жіберші», деген әйелінің даусы естілгенде орнынан қалай тез тұрғанын білмей де қалды. Перделері қараңғыланып тұрған жатар бөлмеге кіргенде «Жан, бері жақында, мен сені жеп қоймайым» деген ерке әйелінің даусын естіді. Сәлден соң қараңғыланып тұрған бөлмеден «Жаным сол, мені жұмысқа әрдайым осылай шығарып салшы, сонда менің жолым болады, жаным» деген әйелінің әдемі дауысы естілді. Таңертеңгісін ертеле оянып, төсегінен әлі тұрмай жатырған ұлы Өтегенді ұйқысынан әрең оятып, сабағына жіберген Айжан сағатына қараса, әлі жұмысқа шығуына 1 сағаттан аса уақыты бар екен. Асықпай жуып шайып, айнаға қарап, үй ішінде біраз жүріп алды. Көлігін кеше жөндеу шеберханасында қалдырғаны, жұмысына қоғамдық көлікпен барып жатып, жолай сонда соғу керектігі енді есіне түсіп, үйден ертелі шығу керектігін біліп, Айжан асыға жинала бастады. 5-ші қабатта тұратын үйінің терезесінен қарағанда, жұмыс жасайтын мектебі аса алыс көрінбесе де, жаяу жүрген адамға біраз жер еді. Әрі осы екі ортаға тура баратын автобуста жоқ. Бірі жанына жетпей, ертерек бұрылып, басқа көшемен кететін болса, енді бірі айналып өтіп, алыс жердегі аялдамаға барып тоқтайды. Өтіп кеткен жерінен қайтадан жаяу оралу деген Алматыда тұратын тұрғындар үшін үлкен қиямет қайым шаруа. Өйткені өр, яғни жоғары жаққа қарай көтеріле жүру жалғыз жүргінші үшін ғана емес, тіпті алған аяқ киіміне де обалдық келтіреді. Қазір қалада тұратындығы болмаса, жастық шағы алыс ауылдың қызы Айжанға өрге қарай көтерілу тіпті шаршатып жібереді. Университеттің 2-ші курсына енді өткен ұлы Өтегеннің бөлмесінің есігін ашық тастап, әрі төсек орнын жинамай кетуде, асығып жатқанда азда біренішін туғызғанымен, үйреншікті күнделікті көп шаруасының бірі болатын. Әрі әкесін дұрыс көрмей, іште қалған ұлын өзі де өте еркелетіп ұстайды. Уақыты келіп, еркелігі басылған соң, түсіне жатар деп аса көп кінә тағы да бермейді. Жұрт қатарлы автобусқа мініп, мектебіне жетпей жолай, көлік жөндейтін шеберхананың есігін ашуды да ұмытпады. Көлігінің қосалқы бөлшегін ауыстырып салуды әзірше аяқтамаған жігіт түс қайта келуін өтінді. Жарайды деп, қайтадан көшемен жүріп, мектебіне жақында бере, өткендегі көліктің бүгінде тағы мұның көлігін қоятын жерінде тұрған байқады. Ешкімге естіртпей, ішінен тағы бір сыбап алды да, ішке кіру үшін мектепке қарай жылжыды. Сыртқа кірер есік аузында тұрған, қолында гүл шоғы бар жігітті көрсе де, аса мән бермей өте беріп еді. «Айжан Асан қызы, Айжан, саламатсыз ба?» деп амандасқанда ғана әлгі жігіттің бетіне барлай қаратта еріксіз күлімсіреді. «Саламат болыңыз, иә, мен Айжан Асан қызымын», деп жыға танымаса да сабыр сақтап амандасты. «Айжан, қалайсың? Мен ғой Батырханмын, Дәрменовпін», дегенде «Иә, енді таныдым, амансыз ба?» деп салқындау айтты да жандарынан өтіп жатқандардың бар екенін білдірген болды. Онысын түсінген болу керек. Бойын жиып алған Батырханда «Иә, Айжан Асан қызы, есіңде мен кезінде Казгуде қатар оқып едік қой», дей беріп, өтіп жатқан адамдарға тағы бір қарап алып, қайтадан
Не ғой, мен сіздің сыныбыңызға жаңадан қабылданған Аружан Дәрменованың әкесімін. Сізге жолығып, дидарласып кетейін деп едім. Айыпқа бұйырмаңыз. Мына гүл шоғы сізге. Жаңа оқу жылыңызға сәттілік тілеймін деп, абдыраған Батырхан да бойын жиып алды. Рахмет сізге. Батырхан, көргеніме қуаныштымын. Иә, Аружан менің сыныбыма қабылданды. Зерек, тәртіпті оқушы екені көрініп тұр. Деген Айжан гүл шоғын қолына алып жатып, зат әйел ғой, арзан гүл шоғы емес дегенде іштей бағалады. Иә, айтайын деген не ғой, деп жанынан өтіп, бұларға көз тастап, таңырқай қарағандардың аздап ұзаған пайдаланған Батырхан, Айжан, айыпқа бұйырма. Тегіңді өзгерткеніңнен соң, алғашында сен екен деп ойламадым. Әрі осы қалада сенің бар екеніңді, жұмыс жасайтыныңды білмейді екенмін, деп әңгімесін тездетіп айта бастады. Иә, өмір біздерді танымастай өзгертіп те жіберді ғой. Иә, күйеуімнің тегіне өткенмін ғой. Ал сен тіпті байсалды чиновник болып кетіпсің. Батырханның қипақтағаннан құлағы қызара бастады. Көлігіңді менің көлігімнің орнына қоймағаныңды тіпті білмей қалар медік, деп тағы күлімсіреді де, жан-жағына қарап, онысын тез жиып ала қойды. Оның күлімсірегені Батырханның бойына батылдық берді ме? Ал бүгін көлігімді сол орынға әдейі қойғанмын. Әйтпесе, алас қапас асығыста тағы танмай қалармын деп, жаяу келе жатырғаныңды осы жерден қарап бақылап тұр едім, деп ағынан жарылды. Айару қызым сені, сізді үйге мақтап келді, деп күлді. Иә, Айаруды ашық қыз екен, балаларымен жақын араласып кетеді деп ойлаймын. Айып көрмесеңіз, мен уақытым аз қалды, сабағыма кірейін деп, Айжан қол сағатына қарады. Иә, кешікпеңіз, хабарласып тұрамыз ғой, әзірше сау болыңыз деген Батырхан басын изеп, сонымен бірге қолындағы қоңыраулатқан телефонына жауап беріп бұрыла бастады. Орнынан қозғалып сыртқы есіктің тұтқасынан қол соза бастаған Айжан Батырханның телефонынан: «Жан, қайдасың? Кешігіп қаламыз ғой» деген әйелдің әдемі ерке даусын естіп, есіктің тұтқасын әрлі-берлі таба алмай қалды. Мұның бетіне қайта қараған Батырханның көздері әргіндегідей жанып тұрмаған еді. Тап біреу ұрлығының үстінен ұстап алғандай, жаутаңдап алғандай болып тұрғанына қарап, Айжанның өн бойымен әлде қандай тоқ жүріп өткендей болды. Ізіне ілесіп, ішке кіргелі жатырған құрдасы, мектептегі сумаңдық сантехник Сәкен: «Айжан-ау, жігітіңді қимай тұрсың-ау шамасы. Тіпті әдеттегі есіктің сыртқа ашылатынды шатастырып алдың қыз-ау», деп шымшып алғанда, оның бетіне бажырая қарап: «Оның саған не келіп кетері бар? Жоғалшы әрі», деп Айжан бұрқ ете қалды. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені жалғастырмас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қанша екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп рахмет. Әдеттегідей жұмысынан жай оралған Батырханды есік алдынан әйелі Аружан қарсы алып: «Батыр, мен саған бүгін ертерек келші деп өтініп едім ғой. Тойға баратынымызды айтып едім, білесің. Әрі той иесі Асылхан Зұлпықарұлы өте беделді. Бәріміздің жақсы сыйлайтын адамымыз. Менің папамның жақсы араласатын адамы. Сондықтан кешікпей баруымыз керек еді. Енді маған не қыл дейсің, Ару? Әлде қайнатамның қатты сыйлайтын адам ет деп жұмысымды тастап шығуым керек беді?» деп қатуланған Батырханға қарап, оның көңіл күйінің түсін екенін байқаған Аружан: «Жарайды, қоя салайық. Мен тек ескертіп жатырмын. Әрі сенің келешек карьераңа да керек адам болған соң айтып жатырмын. Әйтпесе тойдан аса кешікпеспіз. Қазақтардың тойы белгілі ғой. 6-ға шақырылсаң да 9-да басталатын. Жарайды, жуынып ал. Тамақ істемедім. Тойда ішіп жеуіміз керек қой». «Иә, саған. Тойға баратын болсаң тамақ істемеуге жақсы сылтау ғой. Тым болмаса балаларға ботқама бірдеме жасамадың ба?» деп Батырхан тағы кіржейді. «Ту, Батыр, тойға барарда көңілімді бұзбаш. Балалар белгілі емес пе? Оларға магазиннен дайын бірдеме алып же демесең,
үйдің тамағын ішпейді емес пе? Енді бірдеме десе, әзірше әңгіменің аяғы айқайға созылып кететінін сезген Батырхан тоқтай қойды. Жарайды, менің киімдерім дайын ба? Деп сұрап еді Аружан. Ой, Батеке, Басеке, еркекке не киім таңдау керек оларға? Ауыстырып киетін 2 костюм мен 3 көйлек болса болды емес пе? Вот мен айтсаңшы, үстіме не киіп баратынымды әлі білмей тұрмын, деп Аружан да күлді. Сәлден соң тойға бірге шыққандарында керемет жарасымды киінген әйеліне қарап Батырханның өзі де сүйсінді. Обалына не керек? Аружан аса таңдау талғаммен киіне білетін әйел. Солмен қатар әсіресе тамақты қандай сүйкімді дайындайды. Онысына ештеме айта алмайсың енді. Тойға келген олар көпшілікпен бірге жақсы тойханада күтілінді. Той иесі 70 жасын атап өтіп жатырған Асылхан Зұлпықарұлы әлі тұғырдан түспегендердің қатарындағы белгілі доктор ғалым жандарына келіп, рюмкасын соғыстырып, Аружанға 1-2 көтеріңкі комплименттерін айтып өтті. Сен, Аружан, тездетіп, ауысып келіп, Алматының белгілі дәрігерлерінің қатарына қосыл. Сен туралы ортадағы көзқарас жалпы дұрыс. Сені көтереміз, сәл шыдаңыз, аз қалды, деп көп нәрсені көзқарасымен білдірді. Жарайды, Асылхан Зұлпықарұлы, рахмет. Сіздей адамның көзіне түсу көп жандарға бұйырмаған бақыт, деген Аружанда құр қол жауапсыз қалмады. Тойда әдемі киініп, қызмет қылып жүрген жандардың қатарындағы Айжанды байқаған Батырхан күтпеген жерден қуанып, орнынан тұрып кете жаздады. Ол бұларды бұрынырақ байқаса керек. Көз қиығымен қарап күліп, амандасып өте беріп еді, Батырхан шыдамай. Саламатсыз ба, Айжан? Иә, Асан қызы. Сіз де осында екенсіз ғой? Ой, Ару, мына кісі біздің Аярудың мектебіндегі сынып жетекшісі. Айжан. Иә, Айжан Асан қызы. Танысып қойыңыздар. Мынау кісі біздің үйдегі не дейтін еді, жеңгеңіз болады. Аты Аружан, деп таныстырып өтті. 2-3 ауыз тілдескен соң Айжан, Аружан, замандас, айбетпеңіз. Мен осы той иесіне келін болып келем. Марқұм жолдасымның рулас ағасы, яғни қайнағаларымыздың бірі болып келеді. Үлкендердің столына қызметінде жүрмін. Сонда барайын дегенде, Аружанды көңілденіп, ой, Айжан, тойда танысқанымыз қандай керемет болды. Замандас екенбіз. Атыңды атай берейін, айбетпе, деп бәйек болды. Әрине, солай атай беріңіз. Солай айтсақ мүмкін жас көрінермін. Әзір қартайғым келмейді, деп Айжан да күлді. Ой, қойыңыз, жассыз ғой әлі. Аяруымның апайым мұндай әдемі деп ойламаппын, деп Аружан да риза болып қалды. Тойда жүріп батырған бір көзмен Айжанды іздеп әуре болғаны сонша. Тіпті Аружанда байқап қалды ма? Батыр, бір ретін келтіріп, Аярудың апайын кафеде ме, бәлкім әйтеуір қонақ қылып жіберек дегенде, жарайды, көрерміз. Әлден соншама асығып не істейміз, деп Батырхан жақтырмағандай сыңай танытты. Онысын түсінбеген Аружан мұның бетіне таңырқай қарап, немене сонша? Бүгін біреу сізді қатты ренжіткен-ау, деп сөйлетті, үнсіз қалды. Сол тойдан кейін Айжан біраз толқып жүрді. Жасыратыны жоқ. Батырханның кейбір қылықтарынан кейін оның әйелі туралы басқаша, нақты айтсақ, жаман ойларға кетіп қалған рас еді. Бірақ кешегі тойда кездескен соң Аружанды басқаша қабылдады. Бір әйелдей көркі бар, ашық мінезді күліп сөйлеген келіншек туралы жаман ойлау мүмкін де емес еді. Айжанның сонау студенттік шақта дос болып кездесіп жүрген кездерінен Батырхан туралы бөтен ой, теріс түсінігі болмады. Алайда ойындай жігіттерді кейде қыздар мамин сынок деп те атайды емес пе? Әкесінен ерте айырылып, жалғыз анасының тәрбиесінде өскен соңда қаланың сыпайы сөйлейтін, адам баласына көрсететін артық мінезі жоқ Батырханмен алғаш дос болып жүргенде өте терең жоспарды құрмайтын. Батырханның анасы Зілиха апай өте еті ширақ, сауатты жан, қаладағы мектептердің бірінде директоры болып жасайтын. Қарамағындағы қызметшілері мен аралас ағайындары арасында абыройлы болғанды білетін. Дос болып жүргенде Батырханның шақыруымен елінде болып, үйінде қонақта болып қайтқан еді. Әсіресе дос құрбысы Динараның барсақ барайық, әрі себеппен
Байқоңыр қаласын көріп қайтамыз деген сөзі қамшы болып Батырханның шақырғанына қарсы болмаған еді. Анасының 50 жасқа толған мерейтойына сәйкес мемлекет тарабынан алған марапатын атап өту тойына ортақтасып қайтқан еді. Алайда Батырханның мұны ұнатып жүргенін сезгенімен екеуінің араларында нақты сөз байланысы не басқа уәделері жоқ еді. Анама сен туралы айтып едім. Ол кісі ұнатып жүрген адамың болса, қонаққа ертіп кел, танысайық, сөйлесейік. Ол да біз туралы тереңірек біле берсін. Балам, өйткені менің сенен басқа ешкімім жоқ. Сондықтан жар таңдауда жаңылыспағаныңды тілейм деген анасының өтінішін айна қайтесіз жеткізген Батырханға жалпы Байқоңырға баруға, танысып қайтуға қарсы емеспін. Алайда басып алып қалу деген ойдан аулақ бол. Өйткені мен оқуымды аман есен аяқтағым келеді. Менің анам жоқ болғанымен елде жасы келген әкем бар. Сол кісінің ақ батасын алып күйеуге шыққым келеді. Яғни ел қатарлы жөн жолымен ұзатылғым келеді. Анамның аруағының ризалығымен әкемнің ақ батасын алсам ғана жолым ашылады деп үміттенем. Жалғыз ағам бар. Өзінің отбасымен бірге әкемді бағып, тату тірлігімен қатар менің де жағдайыма қарап жүр. Мүмкін болса, оқуымды аман сау бітіріп, 1-2 жыл жұмыс жасап, солардың ризашылығын алғым келеді. Дегенде Батырхан риза болып, еш алаңсыз болуына уәде берген еді. Сонымен Динара екеуі Батырханға еріп, Байқоңырда қонақ болып, анасының қуанышына ортақтасты. Той өткен соң, Батырханның анасы үйде тағы бір күн болыңдар. Той деп жүріп, өзіміз оңашада дұрыс әңгімелеспедік деген соң, көңілін қимай, әрі анасына үйін жинасып, тазалап көмек жасады. Әсіресе анасы Динараға қатты ұнады. Сыртынан қарағанда түрі аздап суық көрінгенмен, жүрегі жылы адам екен деп Динара аузынан тастамай жүрді. Байқоңыр қаласын, яғни космодром айлығын Ресей жалға алғаны белгілі. Алайда бас-аяғы бірнеше көшеден ғана тұратын осы қаланы көпшілік екінші Москва деп бекер атамайды екен. Көшелері таза, адамдары мәдениетті, дүкендерінде көп жерлерде табыла бермейтін тауарлар тұрған бұл қаладағы тәртіпті Ресей және Қазақстан тарапынан қатаң бақыланатындығы көзге көрініп тұрды. Таңертең терезеден қарағанда сырттағы әскери алаңдарға жұмысқа бара жатырған жандарды әдейі жасақталған пойыз вагондарымен тасымалдайтыны тіпті керемет қызық көрінеді. Айжанның және бір байқағаны жергілікті адамдардың заманауи киініп, жүріс-тұрысында еркіндік бар екені көрінетін еді. Зілиха апайы, қыздарым, тоймен жүріп сендерге дұрыс көңіл бөліп, құрмет көрсете алмадым. Үйде ыстық болып тұр. Бүгін Сырдарияның жағасында орналасқан заманауи Луна кафесіне апарып демалдырайын. Мен жаныма Соня подругамды да шақырғанмын. Бәріміз бірге еркін отырайық. Сендер билеп, көңіл көтеріңдер деп Зілиха апай көз ашықтығын білдіргені әлі есінде. Жайлы жасақталған кафеден дәм татып, бәрі бірге көңілде отырып қымбат винодан аздап ішіп, керемет отырыс болған еді. Арасында сендер билеп келіңдер. Біз Соня екеуміз бабыский разговор ведем деген апай, Батыр, сен қыздарды биге шақырмайсың ба деп те күліп отырып еді-ау. Жақсы қонақ болып, қайтар жолдарына пойызға да билеттерін алып берген Зілиха апайы қолдарына тағы қаражатты ұстатты. Пойызды келе жатып Динараның неге осы қыздар Қызылорда десе шошиды, мен қайта бар мәдениет осы жақтама деп ойлап келе жатырмын дегенін Айжан әлі ұмытпайды. Кейін Батырханның мамасы денсаулығын жөндеу үшін Алматыға келіп біраз емделіп, сосын Түрксиб шипажайында демалғанда Динара екеуі іздеп барып жүрді. Алдарынан шығып, айналайын деп қарсы алатын апай біртіндеп Айжанға анасындай көріне бастаған еді. Бір сөзінде, енді тойды қашанға деп шешеміз деп сұрағанда, Айжан да ашылып, білмеймін апай, балаңыз әлі маған дұрыстап сөз салмай жүр ғой деп күлдіргенді. Сонда Зілиха апайы, рас айтасың, бірінші сөз салу еркектен болу керек. Батырханның әкесі марқұм, менің жолдасым, шамалы мінезі бар. Шынын айтайын, жындылау, әрі жасырын жүрісі де бар жігіт болды. Негізі мен жігіттің жігерлі болғанын жақсы көрем. Гарвада каналда бас инженер болып жасаған әкесі жұмысында абыройлы адам болды.
бар ынтасымен жұмысын жасап, айқай-шудың ортасында жүретін. Әрі оның жан-жағындағы ылғи, әдемі қыз қырғындардың ішінде қарап жүрмейтінде сезетін едім. Нағыз еркекпін деген еркек жасырын жүрсе де, тек өзінің отбасына зиянын тигізбесе болды деп, ана-мынаусын көрмеген болатынмын. Ой-бой, қыздарым-ай, өзімнің байымды өзімнен қызғанған қатындармен де талай шайқастым ғой. Несін айтайын. Сондай бір қатынмен жасырын жүріп, Сырдарияға шомыламыз деп барғанда, суға кетіп қайтыс болған жолдасымды да жоқтап жыладым ғой, деп апай бұларды күлдірген еді. Алматыдан 2 бөлмелі квартира сатып алып қойдым. Алла жазса, зейнетке шыққаннан кейін осында көшіп келем деп, Зілиха апайы қуанып қайтқан еді. Көп ұзамай Батырхан қаладағы кафелердің бірінде үлкен гүл шоғын әкеліп сыйлап, сөз салғанды Айжан күліп: "Осы сөз салуың өзіңнің ықтиярыңызбен бе? Жоқ әлде мамаңыздың айтуымен сөз салып тұрсыз ба?" деп сұрағанда Батырхан да күліп: "Әрине өзімнің қалауым. Алайда мамамда айтып қоймай жатыр" деп шынын айтқанда, Динара екеуі шек сілесі қатқанша күліп, көпке дейін айтып жүрді. Әсіресе Динара риза болып: "Ой, Батыр-ай, сенен қандай журналист шығатын білмейм. Алайда ақ көкірек, адал адам екеніңе күмәнім жоқ" деп айтып салған еді. Жарайды, ойланып көрейін. Батыр, көңіліңе рахмет. Бірақ мен сенің анаңы емес. Саған күйеуге шығатынды білсең, сенде асықпай ойлан, деп онша қарсы болмаған еді. Иә, жасыратыны жоқ. Араларында күйіп жанып, алып бара жатырған сезім жоқтай. Бас аяғы әдемі сыйластықпен араласып жүрген бұл достықтары Айжанға да аса қызық көрінбейтін. Бір сөздерінде Батырхан егер бұл қарсы болмаса, осы 4-ші курсын бітірген соң бас қосса қайтет деп сұрағанда, Айжан: "Сәл шыдасақ, енді бір ғана курсым қалды ғой" дегені бар. Әлде сол сөзіне тоқтады ма білмеді. Одан кейін Батырхан тарапынан үйлену туралы аса көп әңгіме айтылмай жүрді. Аяқ астынан анасы туралы қаралы хабар жеткізген Батырханның телефонының ар жағында өзін өзі ұстай алмай тұрғанда әлі де ұмытқан емес. Бірге барып топырақ салуға келін болып түспеген соң, қыз басымен қаралы жиынына да баруды әбестік санады. Батырханды пойызға шығарып салып тұрып, жылағанда Айжан өзін далада қалғандай сезінді. Айжан орнынан тұрып, үй ішінде әрлі-берлі жүрді. Әлде қашан ұйықтап қалған ұлының бөлмесінің есігін жауып, терезе алдына келіп, сыртқа көз салып тұрды. Түн ауып бара жатса да, тіршілігі тоқтамаған қаланың түнгі көрінісіне көз салып біраз тұрды да, сәлден соң көз жасына ие бола алмады. Анасынан ерте айырылған Айжанға ана орнына анасы боларлық әсер қалдырған Зілиха апайы есіне түсіп, өңешіне өксік тіреліп, даусын шығармай үнсіз жылады. Алатаудың қара қошқыл бұлт жапқан шатқалдарына асылып, толықсып тұрған айда Айжанмен бірге жылап тұрғандай еді. Батырхан анасының қазасынан кейін нағыз жетімдікті сезінгендей күйзеліп кетті. Бар дүниеден бас кешкендей күйге түсіп, барлық тірлікке бей-жай қарап, ештеменің қызығы қалмағандай күндері көңілсіз өтіп жатты. Ешкіммен хабарласпай, есігін жауып алып, 50 грамдатып жатқан күндері де болды. Кейде сабағына ісіп кеуіп келетін байқаған ғылыми жетекшісі Сауран Бақтыбайұлы кабинетіне шақырып, бірнеше рет жеке сөйлесіп, ұрысты үгітте жүргізді. Өлген артынан өле алмайсың, Батырхан. Әрине, анаңды жоғалту оңай емес, алайда амалың жоқ тірі адам тірлігін жасау керек. Жалпы оқуың бітуге жақын. Алайда мен сенен көп нәрсе күтем, деп ақылын айтып, ағасындай болып кеткен Сауран Бақтыбайұлының сөздері көңілге қонымды нәрсе екенін мойындаса да, еш нәрсеге қолы бармай жүрді. Сені сәтін салса, университетте жұмысқа қалдырамыз деп жүрміз. Сондықтан кішкене жиыл. Інім, арақ ішу аса абырой беретін жұмыс емес дегенде, Батырханның күліп отырғанын байқаған ұстазы, оның бойын арақ қалдыра бастаған байқап, аздап емдетсе де артық болмасын түсінді. Алайда Батырханды оңайлықпен наркодиспансерге апара алмасын білген Сауран Бақтыбайұлы басқа амалға көше бастады. Бірде кабинетінде екеуден екеу отырғанда, есіктен басы ғана қылтиған бейтаныс қыз
ішке кіруге рұқсат сұрады. Сауран ағайы орнынан тұрып, «Иә, кел, Аружан, келе бер. Жақсы келдің, жоғарыла» деп қарсы алған орта бойлы, өзіне жарасқан толықтығы бар сұлу қыз Батырханмен де күліп амандасты. Өзін еркін ұстап, әңгіме барысында бұған қарап қайта-қайта көз салып отырған қыздан жалпы әңгіменің не туралы болатынын жақсы хабардар екені көрініп тұрды. «Батыр, танысып қойыңдар, бұл менің кіші қарындасым, Аружан. Осы қаладағы емханалардың бірінде дәрігер болып жасайды» деп не жөнінде маман екенін әзір айтпады. «Саған дәл қазіргі уақытта көмек керек, жасыратыным жоқ. Мен сондықтан Аружанға хабарласып өтініш жасадым. Сөйлесіп көріңдер, дос болып жатырсаңдар да қарсы емеспін» дегенде Батырхан күлген болса да аздап ренжіп тұрған көрсетіп, «Рахмет Сауран аға, анамның мені сізге тапсырып кеткен аманатына сәйкес маған жаныңыз ашып ағалығыңызды көрсетіп жүрсіз. Бірақ мен енді ондай төменге түсіп кетпеген шығармын. Аружаннан ұят болды ғой. Мен туралы жаман ойлап қалғанда шығар» деп қызарақтады. «Жоқ Батырхан, мен жаман ойлаған жоқпын. Мен дәрігермін. Адамға жақсылық жасауға құштармын. Сондықтан еш қысылмай сөйлесейік. Мен құпия сақтай алатын қызбын» дегенде Батыр Аружанды ұнатып та қалды. «Жарайды, олай болса, менің жұмыстарым басымнан асып жатыр. Менен рұқсат. Сыртқа шығып еркін сөйлесе беріңдер. Ал мен жұмысымды жасайын» деген Сауран ағасына ризалығын білдіріп, Аружан екеуі кабинеттен бірге шықты. Сыртқа шыққан соң, жақындағы кафеге кіріп, Аружан екеуі еркін әңгімелесіп, жақын танысты. Аружанның осы қалада жұмысы бір бөлмелі үйі бар екенін, жақсы дос болып жатырсақ, адресін айтып, қонаққа шақырам дегенде, Батырханды өзінің анасының атындағы квартирасы бар екенін жасырмай айтты. «Иә, олай болса, анаңыз ақылды адам болған екен. Бұл қалада баспанаң болмаса қиындау, ал басқа қиындықтар өз мерзімінде шешіле береді. Тек деніміз сау болсын» деп анасын мақтап көңіл айтты. Салиқалы сөйлеп отырған, заманауи талапқа сай киінген Аружан артық сөйлемей, сөзінде Батырханды жігерлендіріп, жаңа қадамдарға жетектеп отырды. Отырыс арасында сөмкесінен жеке мөрін шығарып, Батырханға дәрі-дәрмектер жазып берді. Тамақтанып шыққан соң, дәріханаға кіріп, керек дәрілерді де өзі сатып алғанда, Батырхан риза болып, «Рахмет Аружан, сен әлден менің анам сияқты қамқорлық жасап жатырсың. Аманшылық болса, бұл еңбегіңді бағалап қайтарам» деп ыңғайсызданғанын жасырмады. «Иә Батыр, маған Сауран көкем сіз туралы жасырмай бәрін айтты. Енді шынымды айтайын, мен нарколог дәрігері болып жұмыс жасаймын. Сондықтан айтарым, сіз өте ары кетіп қалмағансыз. Уақытылы емін қабылдасаңыз бәрі дұрыс болады. Көп ойымдамаңыз. Телефонымды қалдырам, хабарласып тұрамыз» деп сыпайы қоштасып қайтып кетті. Етегі тізеден сәл жоғары денемен дене болып тұрған, қызғылт көйлегі бар, дене сымбатын ашып көрсетіп, былқылдай басқан қыздың атынан қарап қалған Батырханның бар батырлығы жетіп кетер кезінде сұрағаны Аружанның басы бос па екені болды. Бұл сұрағына Аружан күліп, «Ой-бұй, басым бос болмаса сіздің қасыңызда еркін отырып, бар әңгімемді айтар едім. Әрине басым бос әйелімін» деп күлімсірей қарағанда, көзінен шашылған нұрлы сәулеге Батырхан батып та кетті. Уақыт зырылдап өтіп жатты. Айжан Динара екеуі арасында Батырханға хабарласып, үйіне барып, қонақ болып қайтып жүрді. Қонақ болды деген аты болмаса, Динара екеуі барған кезінде Батырханның үйін жинастырып, тазалап беріп кететін. Аракіді қоқыс шығарар кездерінде арақ пен пиводан босаған шөлмектерді шығарып жатып, бұларда Батырханның ішкілікке салынып жүргенін сезетін. Алайда бетіне айтса көңіліне келіп қалар деп артық сөз айта қоймайтын. Соңғы кездерде оқуларын бітіретін уақыт жақындаған сайын бұлардың да қолдары босамай кетті. Әрі Динара құрбысы күйеуге шығатын болғаннан бері тірліктері көбейді. Жетісайдың мақта өсіретін ауылында қарапайым шара отбасында әке-шешесі, артына ерген 2-3 бауырлары бар Динара өз тірлігіне өте мұқият қарайтын қыз еді. Пәленде жарияға жар салмай, аса ыстық күйіп жанбай, әрі жігіттің қалауымен әке-шешесі құда түсіп, екі жақ келісіліпті. Динара болашақ күйеуін ауылына соңғы госпрактикаға барғанда анықтап көріп кездесіпті.
Сонда қалай? Әке-шешелерің сырттай уәделесіп келіссе болды, күйеуге шыға бересің бе? Деп Айжан сұрағанда, ол күліп, әрине, болашақ жарың өзіңе де ұнау керек. Алайда біздер бір-бірімізді сырттай білеміз. Жалпы жаман жігіт емес, жеке шаруасы бар. Ата-аналары өте жақсы кісілер. Оғанда олар мен туралы ойларын айтқанда, Нұрдәулет те қарсы болмапты. Сендерде жалпы қызық екен деп таңданған Айжанға қарап, Динара, біздерде ең бастысы тәрбие. Екінші басты нәрсе ата-анамыздың абыройы. Әрине, сосын ертеңгі күнің туралы өзіңде ойланасың. Маған мысалы, баратын жерім өзімнің ойымнан шығады. Ең бастысы, Нұрдәулет екеуміз бір-бірімізді ұнатамыз болды емес пе? Енді барған соң топырлатып, балалар туым керек, деп Динара күлдірді. Нұрдәулет арасында жанына жолдас жігітін ертіп, Алматыға Динараға 2-3 рет келіп кетті. Ұзын бойлы, қара торы, артық сөйлемейтін жігіт екен. Динара не десе де қарсы болмай, мүмкін еркелеткені болар, қалаған нәрсесін алып беріп, қалада бұларды 2 күн еркін қыдыртты. Айжанға да сыйлыққа деп Динарамен бірге жақсы, әдемі қол сумкасын таңдатып сыйлады. Біздер жақта көп ұзамай егіс жұмыстары басталады. Енді ала жаздай біздерге тыным жоқ, қол тимейді. Сондықтан сендерге көпке дейін келе алмаймыз. Жақсылап қыдырып, ішіп жеп алыңдар деп. Нұрдәулет бар әңгімесін жасырмай айтатын жігіт екен. Сонысы Айжанға ұнады. Иә, сіз егіспенен алаңсыз айналса беріңіз. Ал мен тіпті сағынсам, өзім-ақ іздеп бара берем, деп Динара бәрін күлдірді. Нұрдәулеттің жанындағы жолдасы да жаман жігіт көрінбеді. Асылбек деп таныстырылған ол өте өнерлі жігіт екен. Домбыра мен гитарада ән салғанда кәдімгі әншілерден кем емес. Бойын тіктеп, кеудесін керіп тұрып, өткір көздерін жан-жағына қадап, әсерлеп ән айтқанда жанарыңды еріксіз тайдырасың. Әсіресе Айжанға қарап отырып, мәңгі бақи қосылмаймыз екеуміз. Өзгелерге тосын жайсыз бөтенбіз. Сағынамыз бірімізді біріміз. Бірақ қосылмаймыз екеуміз. Деп әнді әуелетіп жібергеннен де төбе құйқаң еріксіз шымырлайды екен. Айжан тіпті не істерін білмей қипақтап, жан-жағына қарады. Неге олай дейсің? Асылбек, мүмкін сендерде қосыларсыңдар. Сондықтан жақын сөйлесе беріңдер, деп Динара мәз болып қолын шапалақтады. Жігіттердің квартира жалдап қалада болған 2-3 күнінде Айжан мен Асылбек те бір-біріне бауыр басып қалды. Қайтар кезінде оларды рахмет айтып шығарып салды. Асылбек Айжан екеуі оңаша қалған сәтінде өз ойын ашық айтып, мен әзір біреуді ұнатып қалармын деп ойлап жүрген жоқ едім. Алайда Айжан сенің жақсы қыз екеніне көзім жетті. Рұқсат болса іздеп келіп тұрайын. Мүмкін сөйлесе келе түсінісіп кетерміз. Әрине, алматылықтардың менталитеті бізден көп бөлек. Алайда қазір оңтүстіктің адамдарының бармаған, араласпаған жері мен адамы қалмады ғой, дегенде Айжан қарсы болмады. Маған кейде югтың жігіттерінің жігерлігі ұнайды. Олар арқа сүйеп, алдыңа ұстауыңа сенімді көрінеді. Мен де Динараның ауылына жиі барып тұрам ғой. Жарайды, сөйлесіп көрейік деп уәделесіп, бетінен сүйгізіп қоштасты. Динара екеуі Батырханның квартирасына келесі барғанда, Айжан үй ішінің бұрынғыдай емес, сәл болса да тазарып қалған байқады. Батыр да сәл жинақыланған сияқты, арағын қойып, есін жинағандай. Сөз арасында бұлардан кешірім сұрап, енді арақты қойғанын, дәрігерге көрініп, емделіп жүрген айтты. Бұлар оның сөзіне қуанып, дұрыс болған екен десті. Дәрігеріңіз әйел адам ба? Үйіңізге келіп, емдеп жүрме, немене? Деп Айжан аяқ асты сұрағанда, Батырхан бар ұрлығы ашылғандай абдырап қалып, жоға, мен емханаға барып жүрмін ғой, деп қызарақтады. Олай болса дұрыс екен. Мен ана айнаның алдында қалған шаш қыстырғышпен үйде пайда болған әйелдің үй тапкесін көріп айтқаным ғой, дегенде Динара бастырмалатып, ой, Айжан, немене қызғанып жатырсың ба? Жарайды, қонаққа келген шығар. Онда тұрған не бар? Мен ең бастысы Батырханның сауыққанына қуанып отырмын, деді. Иә, деді Батырхан. Өткенде ауырып қалғанымда Аружан дәрігерді айтам. Жұмысынан кейін кешке үйге келген. Содан кейін 2-3 рет келіп емдеп, укол салып, дәрі берген еді.
сол кезде қалдырып кеткен шығар деп қипақтап әуре болған Батырханға: жарайды, келсе келе берсін, ол сіздің өз шаруаңыз ғой, мен қызғанып жатырған жоқпын, тек көрген соң айтқаным ғой деп айтқанымен өзіне өзі келе алмай отырғаны жанындағыларға белгілі болып тұрды. Күндер жылжып, айлар аяқталып жатты. Оқуларын толық аяқтау мерзімі жақындаған сайын Айжанмен қатар оқитын құрбыларының жүректері лүпілдей бастады. Әрине, мұндай сезімді бәріміз де бастан кешірдік. Бір жағынан армандаған оқуыңды ойдағыдай аяқтау неше жылдан бері бауыр басып үйреніп қалған оқу орны мен аяулы ұстаздарымен қатар құрбыларымен қоштасу болса, екінші жағынан ертеңгі күні ұстаздық өмірге ұласатын жолға түсу, шәкірттер тәрбиелеу мен өзіңнің бойыңда қаншалықты қабілетің бар екенін көрсету, тағы басқа сияқты өлшеулі өмірдің өрі мен ылдиын сезіне білу қандай керемет сезім. Қаншама университетте үздік болдым дегенмен, сыныпқа кіріп, шәкірттерімен жүзбе-жүз кездескен сәттерінде болатын түрлі толқуларға төтеп бере алу оңай нәрсе емес. Асылбек айтқандай, Айжанды іздеп Алматыға 2 рет келіп кетті. Динара үшеуі бірге қалада қыдырып, саябақта серуендеді. Бос мылжың сөзі жоқ, арасында әртүрлі күлкілі жағдайларды қосып, мақалмен мәтелдетіп сөйлейтін. Асылбекті тыңдап отыру, еріксіз қосыла күлу деген үйреншікті нәрсе болып қалды. Арасында үлкендік танытып Айжанға: мен келесі келгенше тарығып қалма деп қаржылай қалдырып та кететін. Әрине, алмақтың да артынан салмағы болатын білетін Айжан қаншама алмауға тырысқанымен, әдемі де өткір тілмен Асылбек алмасқа қойдырмайтын. Ауылында талай тойларда тамада болып, жақсылы жаманды адамдармен араласқан Асылбекті шынында көп сөйлемейтін, сөйлегеннен көрі тыңдауға бейім томпиған Батырханмен салыстырсақ, біреуі ай болса, екіншісі оған сорпасы түк қосылмайтын күн секілді көрінетін. Осылайша Айжан екі оттың ортасында жүрді. Батырханның анасымен бірге болып, аманатын арқалаған соң, Құдай деп Құран ұстайтын қазақтың қызының қадір қасиетін жоғары ұстаса, екінші жағы өзінің көңіліндегі жандай болып кездескен, жарқылдап жанған Асылбекті де қимайды. Бір жағынан Батырханмен бірге болып, бас қалада тұрып, өркениетті өмір сүруді қаласа, таразының екінші жағында ауылда қарапайым еңбек адамдарының арасында абыройлы да бақытты өмір кешсе де, ешкімнен кем болмасын ойлайды. Неге екені белгісіз. Динара Асылбекті аса жақтырмайды, және ол ойын жасырмай айтады. Маған деген жаманшылығын көрмесем де, Асылбекті аса ұнатпаймын. Оның өзінің қатарларының арасында биікте ұстауы, адамдармен араласу қағидасы, аздап, жылпос, ақшаға жақындау екенін жасырмайым. Алайда бұл оны жаман жігіт дегенім емес. Мүмкін өзінің бағасын білетін шығар. Қарсыласын алып та шалып та жығатын жігітті қалай жаман дерсің? Тек менің ішкі интуициям арға жібермейді, деп Динара айта келе, қалғанын өзің шешесің. Әрине, сендей дос құрбымның жанында жүргенін, бақытты отбасы болып өмір сүргенін қалаймын. Алайда мен, мысалы, өзімнің шамамды білем. Бірақ сенің өреңді, қабілет шамаңды білетін болғандықтан сені ауылға қимайым. Сенің ауылдың маңайында салпетек әйел болып қалғаныңды көз алдыма елестете алмайым, деп бар ойын ашық айтқан Динараға риза болып, жақында үйінен ұзатылатын құрбысын онан сайын қимай кетеді. Динара ұзатылар күні жақындаған соң ауылына кетті. Айжан тойда қыз жолдасы болуға келісім беріп, көйлектерін дайындай бастады. Батыр, сен соңғы кезде бір түрлі томаға тұйық болып барасың. Шыныңды айтшы, сенің шаруаларының бәрі дұрыс па? Деген Аружан. Басқан айтпағанда жанымда жатқан жолдасымның жағдайын мен сезбейді дейсің бе? Маған бір түрлі көрініп жүрсің, жасырмайым деп. Аружан екеуі шай ішіп отырғанда, әңгімесін бастағанда, Батырхан шынымен де қипақтап қалды, алайда бар кінәні жұмысына жауып жалтарып кетті. Жаным, жасырмайым, жұмыстан шаршап жүрмін. Жаңа басшы келгеннен бері жұмыста көп өзгерістер болып жатыр. Жеке маған ерегісіп алған ештемесі болмағанмен, айтқан сын ескертпелермен жаңа ұсыныстары бөлім басшысы болғандығымнан алдымен соққыны мен қабылдаймын. Әрине,
Саясат деген сайқал әйел сияқты нәрсе. Түріне қарасаң, сүйсінесің де тірлігін көріп түңілесің. Ертеңге деген еш сенімің жоқ. Күнде күйеуіне жалтақтаған келіншектей күй кешу шаруасы шаршатады. Дегенде Аружанда қосыла қиналып, мүмкіндік болып жатырса, басқа жұмысқа ауысып алсаң қайтет дегенде, Батырхан ашып еш нәрсе айта қоймады. Алайда Батырханның көңіл күйінің болмай жүргені бір жағынан Айжанға да байланысты еді. Шет жағын өзі о бастан сезіп, болжап жүрген жұмбағының шешуін таба алмай әлектігін ашып, кімге айта алсын? Өткенде ретін тауып, оңаша сөйлеспекші болып, мектеп жанында Айжанды шайға шақырып еді. Алайда ол, ең бірінші айтарым, сен толық отбасың бар адамсың, күнәһар болма. Батырхан, менің де жұмысымды жинаған азды көпті абыройым бар. Сондықтан оңаша шай мәселесінің еш қажеттілігі жоқ. Осы жақсы жағдайдағы қарым-қатынасымызды қалайық. Босқа жұрттың көзіне түсіп, жаманатты болып, өткенді оралтуға тырысудың қадірімізді кетіргеннен басқа еш қажеті жоқ, деп тыйып тастаған соң, Батырхан тіпті тығырыққа тірелгендей күй кешіп жүрді. Әсіресе оның сен не туралы менімен сөйлесіп білгің келіп жүргенін мен де сезіп жобалайым. Алайда болған нәрсе болды кетті. Жүрегі ауырды, жазылды, ұмыттық. Өткенге қаншама өкінгенмен оны қайта оралта алмайсың. Тек шүкірлік айту керек. Аружандай асыл жарың, алтындай ұл мен қызың бар. Алдыңа қара, артыңа алаңдаудың қажеті шамалы деп кесіп айтқанымен, Айжанда кей нәрсенің ұштығын шығарып кеткендей болды. Сонда да болса, еркектікке салып, немене соншама, маған ақылшы сынып тұрсың? Маған көп ақыл айтудың керегі жоқ. Тек жай ғана қойған сұрақтарыма жауап берсең болды. Арғы жағы саусақпен санап шешетін нәрсе, деген Батырханға. Байқаймын, маған мінез көрсеткің келіп тұр. Бірақ осы еркектік мінезіңді кезінде көрсететін болсаң қайда болдың? Қыздан бетер қайғырып, қатыннан өте жылап, арағыңды ішіп жүргеніңде, жағдайыңды сұрап, жаныңда болғаныма айтқан рахметің бе? Сондықтан маған дауыс көтерме. Менің ел алдында арым таза, абыройым бар. Сенің кезінде жылап, еңірегеніңе аяп, алданатын баяғы қыз емеспін. Ит өз жарасын өзі жалап жазады демекші, мен жүрегімнің жарасын жылай-жылай жазғанмын. Жағдайымды біліп хабарласам десең, сол кезде қайда болдың деп, Айжан өзін әрең ұстап барып басылды. О кезде сенің отбасың бар, кішкене аядай ауылда тұрасыңдар. Сол ауылға іздеп барып, сені жаманатты қылуым керек беді, деп Батырхан әлі де сол даусымен. Олай жалтарма, хабарласам деген адам ретін келтіреді. Тіпті университетте бірге оқып едік. Жол түскен соң жағдайын білейін деп едім деп, үйге тура келсеңде ешкім кеудеңнен итермес еді. Достарымен бірге тойыма да шақырдым. Еш хабарың болмады. Мен сені келер деп күткен едім. Ал сен болсаң, менің жағдайымды білген соң қоштасуға да құлқың болмады. Көп ұзамай-ақ байдың қызына үйленіп алдың. Алайда қыз деп алған адамның күйеуден қайтқан бір ұлы бар келіншек екенін білмей қалғаныңа да мен кінәлімін бе? Бірақ ол әйелің аса жаман кісі емес сияқты. Жас жігіт басыңмен келіншек болса да қосылғаныңды қадірлегені шығар. Асың дайын, төсегіне салулы, тамыр таныстар арқылы қызметіңді де өсіріп отыр, алтындай қыз туып беріпті. Одан артық не керек енді? Деп бары ішіндегісін сыртқа шығарған Айжан кеудесін ұстап сәл тұрып қалды. Батырхан шошып кетіп, не болды? Айжан, жүрегің бе? Дәрілерің бар ма еді? Деп қалбалақтап қалды. Айжан ештеңе қылмас, қазір кетет деп сәл үндемей қалды. Не десең де, Айжан, мен сені жақсы көрдім. Ешқашан ұмытқан емеспін. Керек десең қызымның атын Айжан, Аружан дегенді біріктіріп, Ай Ару деп қойғанымды сондықтан. Аружанға қойыр еш кінәм, не өкпем жоқ. Бірақ мен оны сені сүйгендей сүйген емеспін. Біз жай, ол әйел, мен еркек есебінде бірге тұрамыз. Артық айтсам айып етпе деп, Батырхан басын төмен салып отырып қалды. Әй, еркектер ай, әрине сендерге айта салу оңай нәрсе. Алайда артынан бәрін жуып шайып әуре боласыңдар. Кезінде марқұм күйеуім мені басып алып қашқанды, жылап жалынып,
Тіпті қыз емес екенді де айтқанмын. О кезде жай қашырту әңгіме деп мән берметті. Кейін миымды шірітіп жүрді. Міне, еркектер сондайсыңдар сендер, деп Айжан тағы тоқтады. Иә, осымен бір шай ішкенде айтар әңгімені айтып та болдым. Ал енді сені соншама қызықтыратын не сұрақ екен? Сұра, білейік, деп Айжан Батырханға қарады. Сен маған тағы да айтарым, ренжіме. Сұрайын дегенім, сен ұлыңды қай айда босандың? Деп Батырхан күмілжіді. Айжан рахаттана күліп алып, оны саусақпен санапта шешуге болады деп айтып едің ғой? Жоқ, оған әуре болудың керек жоқ. Бәрі дұрыс. Бәрі сол қалпында қала берсін. Сау болып тұр. Айарудың әкесі ретінде мектепке хабарласып тұрсаң, қарсылығым жоқ, деп Айжан көлігіне отырып, көше бойымен ұзай берді. Батырхан болса жан-жағына асықпай қарап алып, көлігіне беттеді. Жолай жерде жатқан қалбырды бар күшімен бірақ тебемін дегенде, аяғы дұрыс тимей шалқасынан құлауға шақ қалды. Артына қайта қайрылып, сәл тұрды да көлігіне отырды. Батырханмен болған сол әңгімеден кейін Айжан үйіне келген соңда әңгіменің әсерінен арыла алмай біраз жүрді. Жарты өмір өткенше жылап жүрген аздай, енді Батырхан мұның жүйкесіне тиіп, ашық әңгімеге шақырғанына қатты толқыды. Әрине, шындық өткір кездік сияқты қап түбінде жатпай жарыққа жарып шығатыны белгілі. Қашан болмасын бір күні жел толқытқан толқынмен бірге шындықтың су бетіне қалтқадай қалқып шығары айдан анық. Динараның тойына бір жеті уақыт қалғанда, жатақханада жалғыз өзі қалған Айжанға Батырхан хабарласып, Динара екеуін үйіне шақырды. Айжан Динараның ауылына кеткенін, жалғыз өзі баруға әбес көріп тұрғанын айтқанымен, Батырхан әдеттегідей аздап ішкені бар, бастырмалатып, жалынғандай болып қоймады. Әрі-бері жалынып, егер келмесең өзіме бірдеңе жасаймын, шын айтам, ойым жаманға кеп тұр, деп ақыры Айжанды айтқанына көндірді. Барсам да көп отырмаспын, жалғыз қалдырмайын, тағы бірдемеге ұрынып қалар деген оймен Айжан Батырханның үйіне келді. Соңғы кезде азып тозып кеткен Батырханның жүзін көріп келгеніне көп өкінбеді. Жақсы әңгімесін айтып, Батырханның біраз көңілін аулап, тоңазытқышта бар нәрседен ыстық тамақ жасады. Дұрыс жиналмаған төсегіне қайта жатып, көз ілінген Батырханға қарап, бұлай жалғаса берсе, жақсылыққа апармайтынын ойлап, не істерін білмей, біраз отырды. Ол оянам дегенше, үй ішін жинастырып, кір қоңдарын кір жуғыш машинаға айналдырып алып, жартылай кепкен кей заттарын өтіктеп реттеп қойды. Үй ішінде қабырғада ілулі тұрған Зілиха апайының үлкен суретіне көзі түсіп еді. Апайы сәл ренжіп тұрғандай көрінді. Айжан-ай, мен жоқ болған соң, сырттап жүрсің-ау, әйтпесе жалғыз ұлымды саған аманаттап қолыңа қолын ұстатып кетем деп жүредім. Әттең, Алла ол арманыма жеткізбеді. Мен тыныш жатсын десең, жалғыз тұяғымды ренжітпеш, жалғыз тастамаш деген даусы дәл құлағының түбінен естілгенде болғанда, диванда отырып, сәл қалғып кеткен Айжан жалма-жан көзін ашып алды. Жүрегі тарс-тұрс соғып, ас бөлмедегі стол үстіндегі графиннен салқын су құйып ішті. Өзіне келе алмай біраз отырды. Бір уақытта көзін ашқан Батырхан Айжанды көріп қуанып, қашан келгенін сұрағанда, бұл оған таң қалды. Иә, арақ бойын ала бастаған ғой деп, емдетпесе, арыға ушығып кететінін де сезіп жобалады. Еш нәрсе ойламаған кейіп танытып, Батырханға тұрып тамақ ішуін өтінді. Сөз арасында дәрігер қарындасы туралы сұрап еді. Батырхан сәл үндемей отырды да, ол екеуміз ұрсып қалғанбыз, келмей жүргеніне көп болды, деді де тағы үнсіз қалды. Дәрігеріңізбен несіне ұрсып жүрсіз, ұят емес пе дегенде, Батырхан жасырмай бәрін баяндап берді. Ол маған жалғыз дәрігер емес, одан да жақын болғысы келеді. Әрине, жаман қыз емес, әке-шешесі ауқатты адамдар, әрі өзінің қалада жеке квартирасы, көлігі бар, лайықты жұмысы да жақсы. Батырхан дәрігер қызды мақтай бастағанда, Айжанның бойында қызғаныш оты қылт ете қалды. Сонда да сыр білдірмей, енді сондай жағдайы бар адам көмекке келіп тұрса, несіне ұрсып жүрсіз? Мүмкін ұнатып жүрген шығар, ол үшін оны кінәлауға болмайды. Қайта рахмет айту керек қой деп, Батырханды жұбатса да,
өзінің бойында бір сезім тамырының басқаша болып соғып тұрғанды сезіп отырды. Алдына келген тамақты аса қарбытып жемеген Батырхан, Айжан, түсінесің бе? Менің оған деген сондай алып бара жатырған сезімім жоқ, деп Батырхан мұның көзіне тура қарады. Мен сені ғана жақсы көрем, басқамен айырбастығым келмейді, деп сәл даусын төмендетіп, түсімде ылғи мамам сені ертіп жүреді. Маған ұрсып, сені мақтайды. Кейде сондай тәтті түстерден кейін оянғым келмей жатам. Тіпті сондай түсте жүріп, өліп кетсем ғой деп ойлайым. Қойшы, қайдағын айтпай, жақсы нәрсені ойла. Әлі жақсы болып кетесің, уайымдама, деп Батырханды кекіл шашынан сипады. Ол мұның қолынан жайменен сүйе бастады. Жарайды, мен қайтайын, кеш болып бара жатыр, автобустар тоқтап қалады, деп қолын ақырын тартып алып орнынан тұрды да киім ілгіштен жеңіл күртесін алып кие бастады. Жанына келген Батырхан ақ шарфын мұның мойнына орап беріп тұрып, Айжан, мені тастамаш, өтінем, жанымда бош, деп даусы дірілдеді. Сен кетіп қалсаң, мен тағы іше бастайым, кетпеш менен, деп Айжанды сыртынан қаусыра құшақтап, мойнынан сүйе бастады. Жоқ, ұят болады, Батыр, кейін келем ғой, деп бұрылғанда екеуінің беттері түйісіп қалды. Айжан аузын ашып бірдеме демекші болғанда, Батырхан мұның үлбіреген ерінен ақырын сүйе бастады. Айжанның бойынан бар қуаты кетіп, ұят болатын болды ғой дей берді. Иығындағы жеңіл күртесі сыпырылып, еденге түсті. Талдырмаш бойлы Айжанды алақанына салып көтеріп, Батырхан жатар бөлмеге қарай жүрді. Батырханның мойнынан тарс құшақтап, екі көзін жұмып алған Айжанда тылсым дүниені тоқтатар күші жоқ еді. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Әңгімені тыңдағандарыңыз рахмет. Әңгімеге лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет.